Бүгін біз мақта қыз бен мысық деген ертегіні айтатын боламыз. Бұрында бір мақта қыз болыпты. Оның жақсы көретін мысығы болыпты. Мақта қыз үйін сыпырып жатқанда бір мүйіз тауып алады. Содан кейін мысығын шақырады. Мысығым, кел, мысығым. Мысығы келмейді. Содан кейін сен келмесең, мен өзім жеп қоямын дейді. Содан кейін ол мақта қыз жеп қойып, бір күнім біраз уақыттан кейін мысығымыз да келіп қалды. Мысық айтады, неге мені шақырдың дейді. Мақта қыз үндемейді. Содан кейін мысық сенің қатығını төгем деді. Мақта қыз, мен сенің құрғын жуам депті. Мысық мақта қыздың қатығын төкті. Ал мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алды. Содан кейін мысық бүйтіп айтады. Мақта қыз, маған құйрығымды қайтаршы дейді. Ал мақта қыз қайтармайды, сен менің алдымен қатығымды төле дейді. Содан кейін мысық бара жатса, алдынан сиыр шығады. Сиырға айтады, сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, сен маған алдымен жапырақ алып келіп бер дейді. Сосын мысық ағашқа барып, ағаш, сен өзіңнің жапырағыңды маған берші дейді. Ағаш айтады, мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп бер дейді. Сол кезде мысық бара жатса, алдынан екі қыз шығады. Оларға мысық айтады, қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар айтады, сен бізге алдымен сағыз әкеліп бер дейді. Содан кейін мысық дүкеншіге барады. Ей дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші айтады, маған жұмыртқа әкеліп бер дейді. Содан кейін мысық тауыққа барады. Тауыққа айтады, тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауық айтады, менің қарным ашып тұр, маған дәм бер дейді. Мысық көңілі жоқ, не істейтінін білмей бара жатса, алдынан тышқанды көреді, жерді қазып жатқан. Содан кейін оны ұстап алып айтады, ей тышқан, маған үйінде не бар, соны бер дейді. Содан кейін тышқан қорыққанынан үйінде бүйтіп айтады, менің үйімде бір уыс тары бар дейді. Содан кейін мысыққа сол тарыны береді. Мысық тауыққа береді. Тауық жұмыртқаны береді. Жұмыртқаны дүкеншіге апарады. Дүкенші сағыз береді. Қыздарға сағызды апарады. Қыздар су береді. Содан кейін ағашқа барады. Ағашқа су құяды. Содан кейін ағаш жапырағын береді. Содан кейін мысық ағаштың жапырағын алып сиырға береді. Сиыр қатықты береді. Содан кейін мақта қыздың қатығын береді. Содан кейін мақта қыз оның құйрығын береді. Содан кейін олар бақытты да ғұмыр кешіпті. Сау болыңыздар достар. Келесіде біз тағы да түсте 24 сағат 9 деген түсті көреміз. Қалмаңыздар.